қазақтың қаны төгілген күн қалайша мереке болып кетті. Жыл сайын 16 желтоқсан күні келгенде біз екіұдай күй кешеміз. Жылаймыз, артынан тойлаймыз. Таңертең ескерткішке гүл қойып келеміз де кейін бір-бірімізді құттықтаймыз. Психологияда мұны когнитивті диссонанс дейді. Яғни адамның санасы бір мезетте бір-біріне қайшы эмоциялар мен мағыналарды қабылдай алмай іштей қақтығысқа түседі. Қоғам деңгейінде бұл жағдайды мен саяси идеологиялық диссонанс дер едім. Естеріңізде болса, 2022 жылы тәуелсіздік күні ұлттық мереке санатынан шығарылды. Алайда мемлекеттік мереке ретінде қалды. Өйткені 1991 жылы тәуелсіздік туралы акт қабылданған. Бұл өте маңызды тарихи құжат. Бірақ менің желтоқсанның ақ қарын қызыл қанға бояған күнді мереке деп атауға аузым бармайды. Бұл өз тарихымызды зорлау секілді. Ендігі сұрақ 1986 жылы қанша адам қаза тапты? Сол кездегі кеңестік билік ресми түрде 2 адамның ғана өлгенін айтыпты. Кейін бұл сан 3-ке, одан соң 5-ке өзгереді. Ербол Сыпатаев, Сабира Мұхамеджанова, Ләззат Асанова, Қайрат Рысқұлбеков, Сергей Савицкий бізге белгілі есімдер. Бірақ тәуелсіз сарапшылар 200 адамның қаза тапқанын, тағы мыңдаған жастың ұсталып азаптауға ұшырағанын айтады. Наразылық білдіргендердің саны 10 мың болса, оларды басуға 40 мың әскер келген дейді. Сайып келгенде желтоқсан оқиғасы бойынша күні бүгінге дейін мойындалған ақиқат цифр жоқ. Архивтер толық ашылмаған, мемлекеттік деңгейде нүкте қойылған жоқ. Ал нүкте қойылмаған тарихты мереке деу, шала шындықтың өзін көміп тастаудың ең қолайлы тәсілі. Санасы ояу оқырман, мереке мен қасіретті шатастырмайық.